Луиза Хей, әйел даналығы, бақытты өмір сүру нұсқаулығы. Егер жаңа бір іс бастамас бұрын қолға алған ісіңіздің қалай аяқталатынын ойша саралап шықсаңыз, барынша нәтижелі болары анық. Медицина докторы Кристиан Нотроп. Алғы сөз. Өміріңізде жолыққан кез келген оқытушы өсу жолыңыздағы кезекті баспалдақ тәрізді екенін қаперіңізде ұстағаныңыз жөн. Сол оқытушылардың қатарында мен де бармын. Мен емші емеспін, ешкімді емдемеймін. Менің бар мақсатым өз ойымен бөлісе отырып, сізге күш-жігер беру. Айтарым, барынша көп кітап оқып, көптеген адамнан тәлім алғаныңыз жөн. Себебі бір ғана жүйе барлық саланы тұтас қамти алмайды. Өмір сан қырлы. Біз оны соңына дейін түсініп боламыз дегенше, ол өзгеріп толығып отырады. Осы кітапта берілген ойлардың ең жақсысын қойын дәптеріңізге түртіп алыңыз. Сол ойларды іске асырып болған соң, келесі оқытушылардың ойын зерттеңіз. Өмір туралы түсінік қалыптастыруды тоқтатпай, керісінше одан әрі тереңдете түсіңіз. Қоғам сізді де, мені де, жалпы кез келген әйел затын бала кезден ұялтып кінәлі етуге үйренген. Ата-анамыз бізге не істеу керектігін алдын ала жоспарлап қояды. Олардың өз ережелері, қағидалары бар. Кейбірімізге бұл ұнауы мүмкін, алайда мұнымен келіспейтіндер де жеткілікті. Өмірдің ойлы қырлы тұстары көп. Кей жағдайдан сабақ аламыз, ал кей жағдайда дамып, алға өрлейміз. Қазіргі таңда адамдар тек алға ұмтылуда. Ұзақ жылдар бойы нәзік жандылар қауымы ерлердің қалауы мен бұйрығын орындаумен келді. Олар бізге не істеу керектігін, оны қашан және қалай жасау керектігін бәрін айтып отырды. Менің де кішкентай кезімнен көргенім, анамның ер азаматтан бір саты төмен тұратыны. Не ойлап, не істейтінін оған әрқашан ескертіп отырғаны. Анам ер адамның айтқаны заң деген пікірде болатын. Сондықтан қорлау, төмендету анам екеуміз үшін қалыпты құбылыс еді. Бұл әрине ата-ана өзін ортада қалай ұстаса, бала да соларға қарап өсетіннің көрнекі мысалы. Мұның қалыпты емес екенін әйел ретінде менің де көп нәрсеге қол жеткізе алатынымды түсіну үшін көп уақыт қажет болды. Әуелі мен ойымды өзгертіп, өзімді құрметтей бастадым. Міне сол сәттен бастап сыртқы дүние мені қоршаған орта өзгере бастады. Содан бері өзін әйел затынан жоғары қоятын, қорлап, мінейтін азаматтар маңыма жуған емес. Нәзік жандылар үшін ең маңызды, әрі өте қажет қасиет өзін бағалау. Бұл қасиет бойымыздан табылмаса, арнайы қалыптастыруға болады. Өз құндылығын түсінген адам ешқашан өзін қорлауға жол бермейді. Ал өзін басқаларға қарағанда төмен санайтын әлсіздер әрдайым басқа адамдарға бағынышты болады. Осы кітабының көмегімен әйел затының ер адамдармен тең дәрежеде болуына жол ашқым келеді. Әрбір қыз келіншек өзін құрметтейді, бағалайды және олардың қоғамда өз орны бар дегім келеді. Бұл сөзімнен ер азаматтарды кемсітейін деген ойым жоқ. Бар болғаны барлық жерде теңдік орнаса деген тілек. Бұдан ешкім ұтылмайды, керісінше тек пайдасы тимек. Көзқарасыңызды өзгертуге уақыт қажет екенін ескерткеніңіз жөн. Көбіңіз жаңа идеяларды қабылдауға қанша уақыт керек деп сұрануыңыз мүмкін. Алайда адамдар әртүрлі. Сол себепті әркімнің қабылдау уақыты да әртүрлі болмақ. Ең дұрысы, уақытқа шектеу қоюға тырыспаңыз. Даму жолында бар мүмкіндігіңізді қолдансаңыз, шексіз әлемнің өзі дұрыс жол сілтемек. Аз-аздан күнбе-күнгі жасалған әрекет белгіленген межеге жеткізері сөзсіз. Бірінші тарау. Іске кірісейік. Көп нәрсе үйреніп, көп еңбектенуіміз қажет. Қазір мен сіздерге бұрынғы кездегі қыз-келіншектер өмірінен мысал келтірмекпін. Төмендегі үзінді 1950 жылдардағы орта мектепке арналған оқулықтан алынған. Мұнда үй шаруашылығын қалай жүргізу керектігі айтылған. Бірінші, кешкі асты уақытылы дайындаңыз. Бүгін кешке қандай тағам дайындайтыныңызды алдын ала жоспарлаңыз. Бұл әрқашан жолдасыңыздың қамын ойлап жүретініңіздің белгісі. Әдетте жұмыстан кейін ер адамның қарны ашып келеді. Осындайда бар жылы жұмсағыңызды алдына тоссаңыз, мерейіңіз үстем болмақ. Екінші, өзіңізді ретке келтіріңіз. Күйеуіңіз келер алдында 15 минут бұрын тынығып алсаңыз, жүзіңіз жайдарлы болмақ. Опа-далабаңызды жағып, шашыңызды жөндеңіз. Жүзі бал-бұл жайнап тұрған сізді көріп, жұмыстан шаршаған жарыңыздың көңілі көтерілері сөзсіз.
Үшінші, үйді тап-тұйнақтай етіп жинап қойыңыз. Күйеуіңіз келмес бұрын бөлмелерді бір шолып шашылып жатқан оқулықтар, ойыншықтар, қағаз сияқты нәрселерді орын-орнына қойып шығып, үйдің шаңын сүртіп алыңыз. Мұндай тазалық күйеуіңізге жағымды әсер етіп, сізді де марқайтары анық. Төртінші, балаларға қараңыз. Балалардың беті қолын жуып, егер әлі кішкентай болса, шашын тарап, таза киімін кигізіңіз. Балалар біздің бар байлығымыз, сондықтан олар ештеңеден қалыс қалмауы керек. Бесінші, тыныштық сақтаңыз. Жолдасыңыз келген сәтке кір жуғыш машинаны, шаш кептіргіш, ыдыс жуғыш, машина және шаң сорғышты қолданбағаныңыз жөн. Олардың шуы жолдасыңыздың жүйкесіне тиюі мүмкін. Қажет болса балаларды әкесі жұмыстан келгенде шуламауға дағдыландырған жөн. Күйеуіңізге жылы шырай танытып, сәл жымия қарсы алыңыз. Оны көргеніңізге қуанышты екеніңізді көрсетіңіз. Алтыншы, қажет емес дүниелер. Ер азаматыңыз үйге кіргенде үйдегі барлық қиындықтар мен проблемаңызды айтып, тап бермеңіз. Кешкі асқа кешіккен күннің өзінде реніш білдірмей шыдамдылық танытыңыз. Мүмкін күні бойы көрген қиындықтармен салыстырғанда кешігіп келуі болмашы нәрсе шығар. Бар жағдайын жасап, ыңғайлы орын дайындаңыз. Немесе ұйықтайтын бөлмеде жатып демалуды ұсыныңыз. Салқын немесе жылы сусыныңыз дайын тұрсын. Басына жастығын қойып, демалатын орынның жайлы болуына көңіл аударыңыз. Тартымды нәзік дауыспен ақырын сөйлеңіз. Жетінші, тыңдай біліңіз. Мүмкін сіздің көп нәрсеге айтқыңыз келетін болар, бірақ дәл қазір емес, кейін де уақыт табылар. Әуелі азаматыңызды тыңдаңыз. Сегізінші, бұл кеш күйеуіңізге тиесілі болсын. Егер жолдасыңыз кешкі асқа немесе басқа да көңіл көтеретін орындарға шақырмаса, түк ренжімеңіз. Оның орнына жолдасыңыздың неден қиналып жүргенін, мазалап жүрген мәселелерін еш нәрсені уайымдамай демалуы қажеттігін түсінуге тырысыңыз. Жоғарыдағы кеңестің бәрі де дұрыс айтылған, алайда мұның бәрі сіздің көңіліңізден шықса ғана дұрыс болмақ. Есіңізде сақтар бір жайт. Бұрынғы кезде қыз-келіншектер ерлеріне ұнау үшін өздерінің бар жоғын білдірмеуге тырысқан. Жақсы әйел өзін дәл осылай ұстау керек деген ұғым болған. Алайда ерлер үшін жақсы жағдай жасалғанымен әйелдер үшін пайдасы тигені шамалы. Қазіргі заманның қыз-келіншектері өмірінің қандай болу керектігін қайта жоспарлауы керек. Майда-шүйдекеден мән беріп, мейлі ол тамақ дайындау, үй тазалау, бала қарау, дүкен аралау, көлік жүргізу болсын, бірден келісе салмау керек. Осы кезге дейін бұлжытпай атқарып жүрген шаруалардың бәрін қайта қарастыру керек. Қалған өмірімізді күнделікті бір сарынды күйбең тіршілікпен өткізуді қалаймыз ба? Осыны түсінгеніміз жөн. Әйелдерге күш беру ерлерді төмендету дегенді аңғартпайды. Еркекті кемсіту әйелді қорлағанмен тең. Біздің мақсатымыз бұл емес. Мұндай іс-әрекет тек тығырыққа тірейтіні айдан анық. Өзімізді азаматтарды немесе қоғамды кінәлаудан мәселенің шешімін таппаймыз. Керісінше әрі қарай дамымай бір орнымызда қаламыз. Кінәлау әрқашан әлсіздердің ісі. Ең дұрысы құрбандық рөлінде болуды доғарып, ер азаматтармен ымыраға келу. Өз басын қадір тұтатын адамды бәрі де құрметтейтіні белгілі. Мен күнделікті күйбең тіршілікте ер адамдардың да біз сияқты қиындықтарға тап болып, өз міндеттерін дұрыс атқару жолында көп қысым көретінін түсінемін. Бала кезінен бастап ұлдарға жылауға болмайтынын айтып, сезімін жасырып эмоциясын көрсетпеуге үйретеді. Меніңше, бұл балаларды азаптау, олардың тұлға болып қалыптасуына көрсетілген қорлық. Сол себепті де көптеген ұл балалар есейгенде іштегі тұншығып қалған эмоцияларын шығару мақсатында ашуын басқадан алады деп ойлаймын. Оған қоса көп азамат кезінде әкелерімен ашылып сөйлеспегендеріне өкінеді. Ыңғайлы сәті түскенде олармен әкесі туралы әңгіме қозғасаңыз, көңілдері босауы мүмкін. Осыдан-ақ әке мен бала арасында айтылмаған талай әңгіме қалғанын көруге болады. Әкелерінің оларды қаншалықты жақсы көретінін әрі мақтан ететінін білу ұлдар үшін қашанда маңызды. Қыз баланың санасына әрдайым өзгенің қажеттілігін өзінікінен жоғары қой деген түсінік әбден сіңіп қалған. Көп жағдайда шын мәнде кім екенімізді ұмыт қалдырып, өмірімізді қоғам міндеттеген парыздарды орындауға арнап жатамыз. Бикештердің басым көпшілігі тек айналасындағылардың тілегін орындап, ал өз қалауының орындалмай қалатынына көңілдері толмай жататыны рас.
Міне соның салдарынан олар күйзеліске ұшырайды. Жұмыс жасайтын аналар екі жұмысты қатар алып жүреді десе болады. Бірі кеңседегі жұмысы болса, екінші үй шаруасы. Басқалардың тілегін орындау үшін аналар өз қалауын құрбан еткенімен одан түк шықпайтынын түсіну керек. Аздап демалу үшін ауырып қалу міндетті емес. Себебі әйел ауырған кезде ғана тынығуына болады деп ойлайды. Демалыссыз жұмыс жасай беретіндей біз біреудің қызметшісі емеспіз. Белгілі бір топ өкілдерінің ойынша нәзік жандылардың көп нәрсеге құқығы жоқ. Әрине мүлде олай емес. Ер адамның жаны әйелдікіне қарағанда жоғары тұрады деген жаңсақ пікірі бар. Өзгенің өмірін қалай қадір тұту керек болса, өз өмірімізде солай қадірлеуіміз қажет. Феминистер қозғалысы алғаш белең алғанда өздеріне артылған жүктің көптігіне ашулы болғандары сондай әйелдер бар көрген қиындықтары үшін ер адамдарды кінәлаумен болды. Сол заманда мұндай іс-әрекет қисынды еді. Ол бойдағы ыза кекті осылай шығару арқылы емделудің бір жолы. Психолог дәрігерге барып, балалық шақта көрген қорлықтан, ішкі күйзелістен құтылғыңыз келсе, іштегі жиналып қалған сезімдеріңізді сыртқа шығару керек. Осылай ғана дертіңізден арыласыз. Уақыт өте келе бәрі қалпына келеді, тепе-теңдік орнайды. Біз бұрынғыдай шектен шығуға асықпаймыз. Сондықтан қазір барлық қыз-келіншектің ыза кектен, кінәлау сезімінен арылып, әлсіз жәбірленуші күйінен шығатын сәті жетті. Өз ойыңызбен жүріп тұрып, әділдік пен теңдік салтанат құрған әлемге ұмтылуымыз керек. Өзімізді күтуді, бағалауды үйренсек, ер адамдардың тіпті барлық адамзат баласының өмірі жақсы арнаға түседі. Ерлер мен әйелдер арасында өзара сыйластық пен құрмет орнап, бір-бірінің дамуына сеп болады. Екі тарап бір-бірін жақсы көріп, сыйлап бәрі де бақытты болатын күннің туарына сенімдімін. Біз ұзақ жылдар бойы өз өмірімізге иелік етуді қалап келдік. Ал қазір сол мүмкіндік туып отыр. Дегенмен теңсіздіктер әлі де бар. Тіпті кей заңдар ер азаматтарға арналып жазылғандай десем артық айтқаным емес. Тіпті зорлау ісі қаралып жатса, сот залдарында дұрыс ойлайтын еркек оның орнында не істейтін еді деп талқыланып жатады. Менің кеңесіме құлақ ассаңыздар, заң қос тарапқа бірдей қызмет ету үшін заңдарды түбірімен қайта қарастырып, жазып шығатын науқан бастау қажет. Кез келген мәселені шешу барысында әйел заты топтаса алатын күшке екені белгілі. Әрекет етуіміз үшін бізге тек ыңғай танытсаңыз жеткілікті. Бірге отырып тамаша нәтиже көрсететініміз рас. 75 жыл бұрын әйелдер сайлауда дауыс беру құқығына ие болу үшін күрескен еді. Ал қазіргі таңда сайлауға өзіміз де түсе аламыз. Мен әйелдердің сайлауға түскендерін қолдаймын. Саясат біз үшін ашық алаң. Мұнда ешкімге ешқандай шектеу қойылмаған. Егер біз барлығына ортақ заңның болғанын қаласақ, сол ортада біздің де болуымыз керек. Ең төменгі сатысынан бастауға болады. Саясатқа араласу үшін өмір бойы жаттығудың да қажеті жоқ. Саяси мансап қыз-келіншектерге күш-қуат беретін орын. 1935 жыл Элеонора Рузвельт Конгреске ұсынған жобасында жаңадан салынған әрбір үйде жуынатын бөлме болу керектігін алға тартқанын білесіз бе? Бұл заң жобасынан кейін заңды күшке ие болғанымен алғашында Конгресс мүшелері, әсіресе ер азаматтар, қалайша бай манаптан бастап кедейдің де жуынатын бөлмесі болса, оларды қалай айырамыз деп таңғалған болатын. Бүгінгі күні жуынатын бөлменің үйдің ішінде болғанына еш таңданбаймыз. Қалыпты жағдай екендігі сонша, тіпті біз сондай беделді тұлғаның осы жобаны іске асыру үшін Конгреске қарсы тұрғаннан еш хабарсызбыз. Әйелдер біріксе, тау-тасты қопарардай толағай күшке ие болып, әлемді одан әрі гүлдендіре түседі. Өз мақсатымызға жету үшін ұзақ жолда еңсергеніміз рас. Енді соның көз алдымызда ғайып болғанын қалаймыз. Отаршылдық жүйе билік құрған уақытта ер адам патша да өзі, құдай да өзі болатын. Егер әйелі немесе баласы тіпті үй қызметшісі айтқанына көнбесе, соққыға жығатын. 1950 жылдары тәрбиелі саналатын кез келген қыз-келіншек махаббатпен айналысудан ләззат алмады. Көп нәрсе артта қалды, көп нәрсеге қол жеткіздік. Енді өзгерістің жаңа сатысында тұрмыз. Мақсатымызға жету үшін әлі де үйренеріміз, жасар істеріміз көп. Алдымыздан жаңа көкжиектер ашылып, азат өмірдің таңы атты. Сол себепті еш қорықпай берілген мүмкіндіктерді барынша пайдаланып қалуымыз керек. Тіпті жанында ер адам болмаса да, кез келген әйел заты үшін өзі үшін тау қопара алады. Екінші тарау.
Әйелдер қауымы және жарнама. Жарнама әлемі өнімдерін өткізу мақсатына нәзік жандылардың өздерін бағаламайтындарын ескере отырып пайда табуды көздейді. Көптеген жарнаманың айтқысы келген ойы: сіз аса әдемі емессіз, біздің өнімді сатып алсаңыз, мұны оңай түзеуге болады дегенге саяды. Оңай нысанаға ілігуіміздің себебі де сенімсіздігімізде жатыр. Бойымызда бір жеріміз дұрыс емес сияқты көрініп, оны түзету керек сияқты болып тұрады. Алайда бұдан былай жарнама иелерінің бізді кемсітулеріне жол бермеуіміз керек. Ең көп сынға ұшырайтын ол біздің денеміз. Айналамыздағылардың сөзіне, жарнамаға сеніп, әдемі емессіз деген шешімге келіп, өз денемізді жек көретініміз рас. Денесіне бір мін таппайтын, өзіне толық көңілі толатын әйелдер бар ма екен өзі? Мұрнымызға да, мықынымызға да көңіліміз толмай, көндігуге қаншама уақыт жұмсағанымыз бір өзімізге ғана мәлім. Қызық, осындай ұғым мүсінімізді ұнатпау сезімі қай жасымызда жылт етіп пайда болады екен. Себебі бүлдіршіндер бет әлпетіне, денесіне көңілі толмай ренжіп жүрмейді ғой. Жарнама шабуыл жасауды еліктегіш жастағы жасөспірім қыздардан бастайды. Өзіне деген сенімді жоғалтып, осы өнімдерді алсағаны әдемілене түсетіндей, басқаларына ұнайтындай көреді. Осы себепті қоғамда жасөспірімдер, өзін-өзі құрметтемейтіндер көшін бастап тұр. Бұл кезеңдегі өзін-өзі бағаламау сезімі көп жағдайда есейген сәтте жалғасын тауып жатады. Шылым сататын компаниялардың жас бикештердің санаға алу себебі өзін дұрыс бағаламайтындар тәуелділікке тез бой алдырады. Осы арқылы компаниялар темекі өнімінің бір өмір бойғы тұтынушысына ие болады. Балаларымыздың осындай арам пиғылды адамдардың жетегіне кетуіне қалай жол беріп қоямыз? Бірде 3 жасар қыздың менің бұл көйлекті кигім келмейді, оны кисем толық сияқты көрінемін дегенін естіп қалғаным бар. Бұған не дейсіз? Ал 10 жасар қыздар диета ұстап жүр. Мектептерде анорексия мен булимияға ұшырағандар саны күннен күнге артуда. Біз балаларымызға не істеп жатырмыз? Егер сіз ана болсаңыз, балаларыңызға жарнама тек адамдарды пайдаланып жатқанын түсіндіріңіз. Жарнамаларды бірге талқылап, оларға төтеп беріңіздер. Балалар жарнаманың негізгі ойын, түп мақсатын түсінсін. Осылайша оларға ерте жастан дұрыс таңдау жасауды үйретіңіз. Дұрысы қатеге ұрынып сабақ алғанша олардың алдын алсын. Қаншама журналдың бір нөмірге диетамен қатар майлылығы жоғары тәттілер рецептісін қоса жариялайтынын байқадыңыз ба? Сонда олардың айтар ойы қандай? Толықтап арықта, қайта салмақ қос, кері салмақ таста дегені ме? Әйелдер біресе арықтау үшін ашығып, біресе құмардан шыққанша тәттіге тойып толады. Осыдан кейін диетаның бұзылатыны белгілі. Жарнама ұсынатын әрбір өнімді алу, жарнамадағы әр кеңесті орындай беру дұрыс емес. Келесі жолы журнал не теледидардан осы сияқты кеңестерді көре қалсаңыз, сын көзбен қараңыз. Негізгі айтар ойы қандай? Сізді төмен етіп көрсеткісі келе ме, әлде әдемі еместігіңізді меңзеп тұр ма? Әлде ешқашан қол жетпес армандағы өмірді көрсетіп жатыр ма? Жарнаманы елемесеңіз, сізге ешкімнің билігі жүрмейді. Біз өзіміз бағалау үшін, өзімізге деген сенімділікті қалпына келтіру үшін бар күшімізді жұмсауымыз керек. Мен келесідей науқанның басталғанын қалар едім. Қыз-келіншектер журнал беттеріне немесе теледидардан көрген жарнамаларға қарап, неліктен менің мүсінім осындай әдемі емес деп күрсінгенше, немесе айнаға қараған кезде өзін сынай бергенше қолына қалам алып, мені бұлай қорлауға қалай ғана дәтің барды, ендігәрі өніміңізді сатып алмаймын деп жазуы қажет. Егер теріс пиғылды жарнамаушыларға әйелдер қауымы хат жазып тауарларын алмай қойса, және тек әйелдерді қолдайтын компаниялардың заттарын тұтынар болса, жарнама мазмұны да өзгерер еді. Біз көптеген қажеті жоқ тауарды сатып алып жатамыз. Ондағы бар ойымыз, егер осы зат менде болса, бәрі жақсы болады. Алайда арада біраз уақыт өткенде біз жеткілікті әдемі емеспіз, кемшілігіміз көп деген сол баяғы қорқыныш қайтып келеді. Есіңізде сақтаңыз, бәрімізде дәл осы қалпымызбен әдеміміз. Құрбыларыңызбен бас қосып қыз-келіншектерге арналған журналды қарап шығыңыздар. Мақала, жарнамаларды зерттеңіздер. Берілген ақпараттың астарында не жатқанын аңғаруға тырысыңыз. Қандай хабарлама берілген? Не айтылған? Біздің ойларымыз бен іс-әрекетімізді қалай басқармақ? Осы мәселені жақсылап ойлайық. 3-ші тарау. Жақсы ойлар және аффирмациялар.
Оқырмандарымның біразы менің не ойлап не айтқанымыз, сенімдеріміз бәрі бізге әсер етеді деген пікірде екенімді біледі. Осы айтқандарым өміріміздің қандай бағытта дамитынын көрсетеді. Ғалам әрбір ойымызбен айтылған сөзімізді тыңдап тұрып үн қатқандай сезіледі. Мұндай байланыс өмірімізді жақсы жаққа өзгертуге мүмкіндік береді. Ойымыз бен сөзіміз үлкен күшке ие. Жақсы ойлап сөзімізді өзгертсек, өміріміз де өзгермек. Тек өткенімізді өзгерте алмаймыз. Балалық шағымызда қандай қиындықты бастан кешсек те, дәл қазіргі сәттегі күйімізді өзгертіп, өмірімізді дұрыс арнаға бұруға болады. Мұндай тұжырым бізге қанат бітіріп, еркіндік сыйлайды. Ойға алғанымыз шындыққа айналады. Меніңше барлық проблеманы осы жолмен шешу керек. Әуелі ойымызды өзгертсек, өмірімізді де өзгертеміз. Қазір сүріп жатқан өміріміз өткеннің көрінісі. Өткен өмірімізде нені ойласақ, елестетсек, соны сүріп жатырмыз. Сондықтан өмірімізде бізге ұнамайтын бір нәрсе болып жатса, келешекке арналған жаңа жоспарларды қайта ойластыруымызға болады. Қазір құрған жоспарымыз тез арада нәтижесін береді деуге келмес. Дегенмен келешекте өміріміз міндетті түрде жақсы жаққа өзгереді. Ертеңіміздің жарқын болғанын қаласақ, бүгіннен бастап жақсы нәрсені ойлауымыз керек. Қазіргі таңдағы ойыңыз болашағыңыздың қандай боларына әсер етпек. Менен көбісі айналам негативті ойлайтын адамдарға толы болса, менің ойым қалайша позитивті болмақ деп сұрап жатады. Егер айналамда жағымсыз ойлы адамдар болса, мен жай ғана ішімнен: сіз үшін солай шығар, ал мен үшін мүлдем олай емес деймін. Кейде ойымды сыртыма шығарып та айтамын. Мұндай көзқарас негативті ойлайтын адамдар қаншама жағымсыз ойлар айтса да, менің жақсы ойда қала беруіме мүмкіндік береді. Дегенмен, ондай ойдағы адамдармен араласудан қашқақтаймын. Неге мен әрдайым осындай жағымсыз ойға берілгіш адамдардың арасында жүремін деп өзіңізден сұраңыз. Басқаларды өзгерте алмаймыз, тек өзімізді ғана өзгерте аламыз. Біз іштей өзгерген сәтте басқалар да бұл өзгерісті байқайды. Ең маңыздысы санамыздағы ойларды өзгерту ғана. Уақытымыз қаншалықты тығыз, жұмысымыз қаншалықты қиын болсын, біз ойлауды тоқтатпаймыз. Сондықтан ойымызға тек өзіміз ғана әсер ете аламыз. Мен тілдік қорымызда нейропептид сөзінің болғанын қалар едім. Бұл терминді алғаш рет ми қызметін зерттеген Кэндис Перт енгізген екен. Біз сөйлегенде немесе ойланған кезде біздің денемізде саяхат жасайтын химиялық хабаршыны ол осылай атаған екен. Біреуге ашуланып, кінә таққан кезімізде түзілетін химиялық заттар иммундық жүйемізді күйзеліске ұшыратады. Ал жағымды ойлаған кезде бұл хабаршылар иммундық жүйемізді күшейтетін басқа химиялық заттарды жеткізеді. Дене мен ақыл-ой арасында тығыз байланыс бары баяғыдан белгілі. Енді мұны ғылым тағы бір дәлелдеп берді. Бұл байланыс ешқашан әлсіремейді. Әрбір ойыңыз денеңіздің әрбір жасушасына өз таңбасын қалдырады. Біз әр сәт сайын саналы, кейде санамыздан тыс пайдалы, кейде пайдасыз ойларға ерік береміз. Бұл ойлар ағзамызға әсер етеді. Әрине бір ғана ой көп әсер ете қоймас. Алайда күніне 60 000 түрлі ой ойлайтынымызды ескерсек, жинақтала келе, олардың үлкен әсер ететіні сөзсіз. Ұлы ойлар денемізді улайды. Ғылымға сүйенер болсақ, жағымсыз ойларға берілмеуіміз керек. Себебі олар иммундық жүйемізді әлсіретіп, денсаулығымызға кесірін тигізуі мүмкін. Мен бәріміз бірміз, тең жаралғанбыз деген сөздің астарынан ұзақ уақыт бойы түсінбей келдім. Бұл сөз маған еш мағынасы жоқтай көрінетін. Менің көргенім бай мен кедейлер, әдемі мен ұсқынсыздар, ақылды мен ақымақтар, түрлі ұлт, түрлі нәсіл, сансыз діндер мен өмірге түрлі көзқарастар. Адамдар бір-біріне еш ұқсамайтындай көрінетін. Бәріміз теңдей жаралғанбыз деп қалай айта аламыз? Біртіндеп бұл сөздің мәнін түсіне бастадым. Түсінігімнің қалыптасуына әсер еткен автор әрі лектор Кэролайн Миске рахмет айтамын. Өздеріңіз көріп отырғандай, ойларымыз бен сөздеріміз бәрімізге бірдей әсер етеді. Нейропептидтер, химиялық хабаршылар, денемізде бір нәрсені ойлаған не айтқан сәтімізде сол баяғы әдіспен хабар тасиды. Америкалық бол, Қытай не италиялық бол, жаман ой кез келген дене үшін зиян. Ашу-ыза христиан, еврей яки мұсылман адам болсын, бәріне теңдей кері әсерін тигізбек. Олардың барлығында нейропептидтер бірдей әрекет етеді. Кешірім мен махаббат бәрімізді емдейді.
Жер бетінде әр адам денесін емдемес бұрын алдымен ішкі жан дүниесін емдеп жазуы керек. Бұл жолда біз кешірімшіл болуға және өзімізді жақсы көруге үйренуге тиіспіз. Дүниенің қай бөлігінде болсаңыз да, бұл сабақтарды үйренбей кетуге болмайды. Әлде сіз қасарысып, өз ойларыңыздың дұрыстығын дәлелдеп бағудасыз ба? Әлде өзгені де, өзіңізді де кешіруді үйренгіңіз келе ме? Өзіңізді жақсы көріп, байлыққа кенеліп, өмірдің бар рахатын сезгіңіз келе ме? Бұл өмір сабақтары бәрімізге теңдей әсер етеді. Бәріміз бірміз. Барлығымыз тең жаратылдық. Махаббат бәрін емдейді. Сонымен, дәл қазір қандай ойда отырсыз? Денеңізде нейропептидтердің қай түрі жүр? Ойларыңыз сізге зиян тигізді ме, әлде көңіл күйіңізді жақсартты ма? Көпшілігіміз мәмілеге келудің орнына қолдан жасап алған өкпе ренішке толы қамауда отырамыз. Мұндайда біз өзгелерді айыптаудан ештеңе өзгермейтінін ұмытып кетіп жатамыз. Кінәлаушы адам кінәлап отырған адамына қарағанда көбірек жапа шегеді. Ал айыптайтын ойларды тасушы нейропептидтердің денеміздегі жасушаларды ақырын улай бастайды. Бір нәрсенің ақиқат екені аян. Өзімшілдігіміз бізді бағынышты әрі бақытсыз етеді. Нәпсі әрқашан не істеу керектігін айтып отырады. Тағы бір рет аса, тағы да іш, темекіні одан әрі шеге түс, тоқтама дейді. Алайда біз жай ғана денеден, ойлар мен нәпсіден тұрмаймыз. Денемізге өзіміз иелік етеміз. Ойларды ойлайтын өзіміз. Өзімізді құрметтеп, жоғары бағаласақ, нәпсіге ешқашан жол бермейміз. Ойлағанымыздан да көп нәрсеге қол жеткіземіз. Дәл қазір орныңыздан тұрып, мына кітапты қолыңызға алып, айнаның алдына барғаныңызды қалаймын. Көзіңізге тік қарап дауыстап былай деңіз: мен өзімді жақсы көремін. Дәл қазіргі сәттен бастап өмірімде жақсы өзгерістер болады. Күнбе күн өмірімді жақсартуға тырысамын. Мен өзіме сенімдімін және бақытты болуға лайықпын. Осы сөздерді 3-4 рет қайталаңыз. Арасында терең тыныстаңыз. Жақсы сөздер айтқан сәтте миыңызға қандай ойлар келіп жатқанын байқаңыз. Мұндай жаттығу сізге таныс. Енді жаман ойлар болса да, олардан көп күш салмай құтыласыз. Бұдан былай айнаға қараған сәтіңізде көзіңізге қарап тұрып, жақсы сөздер айтқаныңызды қалаймын. Асығып тұрсаңыз да, жай ғана мен өзімді жақсы көремін деңіз. Осындай қарапайым жаттығулар өміріңізде үлкен өзгерістер әкелуі мүмкін. Маған сенбесеңіз, тексеріп көріңіз. Жауапты өзімізден іздеу керек. Миымызда не болып жатқаны, не айтып жатқанымыз шындыққа айналатынын еш ұмытпауымыз қажет. Сондықтан ойымызға және сөйлеу ретіне мән бере отырып, армандаған өмірімізге қол жеткізе аламыз. Біз көбіне көп мен былай болғанын қалар едім, немесе былай болмайтыны өкінішті деп жатамыз. Алайда тілектерімізді шындыққа айналдыратын жақсы сөздерді қолданбайды екенбіз. Оның орнына біз жағымсыз ойларға берілеміз. Сөйтіп неге өміріміз қалауымыздағыдай өрбіп жатқан жоқ деп таң-тамаша боламыз. Жан дүниемізге үңіліп, ішкі ресурсымыздың көмегімен білім, күштің сарқылмас көзі, ғаламмен байланыс орнатуымыз керек. Санамыздың сансыз мүмкіндіктерін қолдануымыз қажет. Бәріміздің жан дүниемізді даналыққа, тыныштыққа, махаббат пен қуанышқа толы. Олар өте жақын орналасқан. Жақын орналасқан дейтінім, бар болған ішкі ресурстарымызбен байланыс орнатуымыз керек. Көзімізді жұмып, терең демалып, өзімізге: мен қазір сарқылмас даналық жиналған жан дүниеме барамын. Бар сұрағымның жауабы өзімде, деуіміз қажет. Кез келген сұрақтың жауабын табуға болады. Тек санамен байланысу үшін уақыт керек. Медитацияның маңызы да міне осында. Ол бізді сабырға шақырып, ішкі даналығымызды ести аламыз. Осы ішкі даналығымыз ақыл ой мен ғалам арасындағы тікелей байланыстыратын арна болмақ. Асығып аптығудың қажеті жоқ. Тыныш отырып, ішіңізге үңіліп, тау бөктеріндегі бұлақтай таза сезімге берілу керек. Медитация кезінде қуанышқа бөленеміз. Қажеттінің бәрі жан дүниемізде. Ешкім бізді бұл байлықтан айырыла алмайды. Бойымыздағы жаңа тұңғиықтарды зерттеп, қалай өмір сүргіміз келетіні жайлы жаңа шешімдер қабылдауымыз қажет. Әйел ретінде біз тек шектеулі таңдаулар жасауға үйренгенбіз. Тұрмыстағы көптеген жандар жалғызсырайды, себебі таңдаулары жоқ.
мұндай құқықты олардан тартып алған. Жас кезімде бар жауапты өзімнен іздемей, ер азаматтан іздейтінмін. Басқа елдер де дәл осылай жасауы мүмкін. Өмірімізді өзгерту үшін алдымен миымызда жаңа таңдау жасау керек. Ойымызды өзгертсек, сыртқа әлемде өзгере бастайды. Осылайша мен сіздердің ішкі жан дүниеңізге үңіліп, жаңа идеяларды қабылдауға дайын болғаныңызды қалаймын. Рухани байлыққа ұмтылып, барынша пайдалануға тырысыңыздар. Біз өзімізге үңіліп отырып, әлемнен мейірімділік, махаббат, тыныштық пен бақыт көріп өз өмірімізді құрамыз. Білімді ішкі даналығыңыздан алыңыз. Онымен күн сайын байланыста болыңыз. Ішкі даналығымызды таңдауға арнайы уақыт жұмсау өте маңызды. Күн сайын медитация жасамайынша іштегі білімді толық меңгеру ешкімнің қолынан келмейді. Тыныштықта болу қолымыздан келетін құнды нәрселердің бірі. Біздің ішімізде дәл қазір не болып жатқанын өзімізден артық ешкім білмейді. Өз даусыңызды тыңдаңыз. Ішкі даусың сізге ең дұрыс жолды нұсқап отырады. Өзіңізді қолға алып, ойдағыдай өміріңізді жасаңыз. Ойларыңыз ең жақын досыңызға айналсын. Кейбір жандар бір ойлағанын қайта-қайта ойлай береді. Күніне басыңызға 60 мың түрлі ой келгенімен, оның көп бөлігі алдыңғы күні немесе кеше қайталанғандар. Санамыз жамандыққа әкеліп соқтыруы да мүмкін. Жаңа өмірге бастауы да мүмкін. Ойыңызды тазартыңыз. Оны жаңа шығармашылық ойлармен толтырыңыз. Бәріне жаңаша көзқарас табыңыз. Санамыз бақша тәрізді. Үйдің айналасына бақша отырғызу үшін жерді қалай дайындайтын болсақ, жағымды ойлардың өніп шығуы үшін санамызды да дайындауымыз керек. Бақшаның арам шөптерін жұлып, майда тастарды жинап, қоқыстан түгел тазартамыз. Құнар беретін минералды қосып, топырақпен араластырамыз. Мұндай топыраққа тал еккен кезде ол тез әрі әдемі болып өседі. Миымыз да дәл осындай. Аффирмацияларымыздың тез іске асқанын қаласаңыз, барлық жаман ойлардан арылу қажет. Оның орнына жақсы позитивті пікір қалыптастырыңыз. Өмірде не алғыңыз келетінін нақты анықтап, барлық кедергілерді жеңе отырып, мақсатыңызға жетіңіз. Сәйкесінше жағымды ойларға толы санаңыз да гүлдене түспек. Қорқыныштан арылыңыз. Көп әйелдерде отбасында алған тәрбиесінің салдарынан өзін-өзі бағалау мен өзін құрметтеу сезімі мүлде дамымаған. Бізді басқаларға қамқорлық жасауға және өз қажеттіліктерімізді ұмытуға үйретеді. Жалғыз қалып қаламыз деген қорқыныш, қорғаусыз қаламыз деген уайым бар. Өзімізді өзіміз асырай аламыз деген түсінік болған емес. Басқалардың жағдайын жасауға ғана үйренгенбіз. Әйел заты ажырасқан кезде қатты қорқады. Кішкентай балалар болса, одан сайын үрей билейді. Жалғыз өзім қалай тіршілік етемін деген сұрақ мазалайды. Тұрмыста да, жұмыста да жалғыз қалудан қорқамыз. Көптеген әйелдер өздеріне өз күндерін өздері көре алатынына сенбейді. Ал енді кейбіреулер табысты болудан қорқады. Олар өздерін жетістікке жетіп, жақсы өмір сүруге, бақытқа лайықсыз деп санайды. Өзіңізді әрдайым төмендетіп отырсаңыз, жақсылыққа лайық адам екеніңізді мойындау да қиынға соғады. Көптеген әйелдер ерлерге қарағанда көп ақша табудан, ер адамдар сәтсіздікке ұшыраған жерде табысқа жетуден қорқады. Сонымен, жалғыз қалу мен жетістікке жетуге деген қорқыныштан қалай арылуға болады? Екеуі де бір мәселенің екі түрлі бейнесі. Өміріңізге көбірек сенім білдіріп үйренуіміз керек. Өмірдің өзі бізді қолдайды. Егер біз оған көмектесуге мүмкіндік берсек, дұрыс жолға бағыттайды. Егер өзімізді әрқашан кінәлі сезініп, басқалардың басқарғанына үйренген болсақ, өзімізді жұрттан төмен санаймыз деген сөз. Ал өмір қиын әрі қорқынышты деген пікірмен өскен болсақ, демалуды білмей өтеміз. Өмірдің өзі қамқорғышы болады деген түсінік болмайды. Газеттерден, теледидардан неше түрлі қылмысты көреміз. Әлем бізден алшақ жатқандай сеземіз. Алайда бәріміз санамыздың бақылауында өмір сүреміз. Неге сенсек, сол шындыққа айналады. Біреудің басына түскен жайт бізге де келеді деген сөз емес. Егер қоғамдағы теріс пікірлерге сенер болсақ, жағымсыз сынақтарға тап боламыз. Ал өзімізді жақсы көріп бастасақ, пікірімізге өзгеріп, өзімізді құрметтей бастасақ, өмірдің өзі дайындап қойған бар жақсылыққа ие боламыз. Өте қарапайым көрінгенмен бұл заңдылық. Денемізді еркін ұстап, тағдырым жағдайымды жасап, мен қауіпсіздікте боламын деген түсінік қалыптастырсақ, өмірдің ағымымен әрі қарай жүреміз. Көп нәрсенің қатар орын алатынына мән беріңіз. Бағдаршамның жасыл түсі жанғанда немесе
тамаша орын тапқаныңызда, біреу сізге қажет нәрсені алып келгенде, әлде есіңізге келген ақпарат қолыңызға тигенде рахмет айтыңыз. Ғалам өмірге риза адамдарды ұнатады. Өмірге қаншалықты шүкіршілік етсеңіз, өмір де сізге соншалық рақымшыл болады. Мен шынымен де барынша қорғалғаныма, өмірімде тек игі істер орын алатынына және қауіпсіз екеніме сенімдімін. Жақсы адам екеніме және бар жақсылыққа лайық екеніме сенімдімін. Бұл пікірді қалыптастыруым үшін көп уақыт жұмсадым. Біраз оқып іздендім. Көптеген келеңсіз жайттардан құтылуым керек болды. Көкірегі ашу ызаға толы, қорқақ, бейшара, жағымсыз ойларға берілген әйелден өзіне нық сенімді әйелге айналдым. Егер менің қолымнан келсе, сіздің де қолыңыздан келеді. Тек басқаша ойлап бастасаңыз болғаны. Қамқоршы періштелерді шақыру үшін алдымен көзіңізді жұмып, үнсіз отырыңыз. Бірнеше рет терең тыныстаңыз және олардың барын сезінуге тырысыңыз. Олар осында екі иығыңызда. Олардың сүйіспеншілігі мен қамқорлығын сезініңіз. Періштелеріңізбен байланысуды үйреніңіз. Өзіңізді жалғыз сезінбейсіз. Кей қыз-келіншектер періштелерін көре алады, сезінеді, кейбірі естиді, енді біреулер аттарын біледі. Мен періштелерімді достар деп атаймын. Олардың екеу екенін сеземін. Қандайды бір қиын мәселе бола қалса, осы періштелеріме тапсырамын. Сендер шешімін тауып көріңдер, мен не істерімді білмей тұрмын деймін. Өмірімде жағымды оқиғалар орын алғанда, мен бірден былай деймін: достарым, сендерге рахмет, керемет іс атқардыңдар. Бұл жақсылықтарындай өте жоғары бағалаймын. Періштелерге де рахмет айтқан, еңбектерін бағалағаны ұнайды. Олардың көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Періштелеріңіз әрқашан жаныңызда. Періштелер көмектескенді ұнатады. Олармен байланыс орнату үшін тыныш отырып, көзіңізді жұмып, терең дем алыңыз. Олар иығыңызда отыр. Періштелердің жылу мен махаббатын сезініңіз. Көзіңізге көрінуін өтініңіз. Сізді қорғап жүретіндерін сезіңіз. Проблемаларыңызды шешіп берулерін немесе сұрағыңызға жауап берулерін өтініңіз. Сіз бірден байланыстың орнағанын сезесіз. Дегенмен кей кездері байланыс орнамай тағы қайталап көру керек болады. Бірақ олардың жаныңызда екені сізді қатты жақсы көретіндеріне сендіргім келеді. Қорқатын дәнеңізде жоқ. Біздің сенімдер. Келесі кезекте жағымсыз наным-сенімдерімізден қалай құтылуға болатыны жайлы немесе оларды дұрыс бағытқа өзгерту туралы сөз қозғайық. Алдымен жағымсыз сенімдерді анықтауымыз қажет. Көпшілігіміз неге сенетініміз туралы толық біле бермейміз. Жағымсыз наным-сенімдерді жағымдыдан ажыратып алсақ, жағымсыз ойлармен күресу жеңілірек болады. Неге сенетініңізді жылдам анықтаудың ең тиімді тәсілі тізім жасау. Бірнеше парақ қағаз алыңыз да, әрқайсысына мен неге сенемін. Ер азаматтарға, жұмысыма, ақшаға, тұрмыс құруға, махаббатқа, денсаулыққа, қартаюға, өлімге деп жазыңыз. Оларға үлкен мән беріп, құрметпен жазыңыз және бөлек-бөлек қағазға түртіп отырыңыз. Әрбір сөзге қандай ойлар келгенін жаза бастасаңыз, бұл жаттығуды 2 минуттың ішінде орындауға болмас. Біраз уақыт кетуі мүмкін. Тізім жасап болған соң оларды оқып шығыңыз. Кез келген позитивті, шығармашылық ойларды белгілеп қойыңыз. Осыларды есте сақтап, одан әрі нығайту керек. Түрлі түсті қарындашпен жағымсыз немесе кері әсер ететін сенімдерді белгілеп шығыңыз. Олар сізді артқа тартып тұрады. Сондықтан бұл ұнамсыз сенімдерді өзгертуге немесе қайта қарастырып, олардан құтылуға тырысыңыз. Өзіңізге келесідей сұрақтар қойыңыз. Бұл сенім өмірде маған керек пе? Олардың әрі қарай болғанын қалаймын ба? Егер тағдырыңыздың басқаша болғанын таңдасаңыз, жаңа тізім жасаңыз. Әрбір негативті аффирмацияны барлық сенімдер аффирмацияға алып, жағымды жаққа өзгертіңіз. Мысалы, менің жігіттермен қарым-қатынасым жөнді емес аффирмациясын ер азаматтар мені жақсы көреді деп ауыстыру керек. Мен ештеңеге татымаймын деген сөзді мен өзіме сенімді жетістікке жеткен әйелмін сөздермен алмастыру қажет. Жақсы жұмыс табудың жолдары білмеймін емес, өмір маған керемет жұмыс ұсынады деген дұрыс. Бір аурудан екінші ауруға тап боламын сөзі дені сау мықты жанмын ұғымына ауысады. Жоғарыдағылар менің өмірімнен алынған мысалдар. Сіз де дәл осылай ұнамсыз жайттарды жақсы жаққа өзгерте аласыз. Сізге қажеттінің бәрін жасап алуға болады. Жаманды жақсыға ауыстырыңыз. Оң пікірлерді күнбе-күн дауыстап оқып отырыңыз.
Мұны айнаның алдында жасауға кеңес беремін, сонда тез іске асады. Айна аффирмацияларды жариялауға ең ыңғайлы құпияға толы жер. Аффирмациялар. Өмірдегі жаңа бағыт. Аффирмацияларды осы шақта айту міндетті. Менде болады, мен осындай болғым келеді дегеннің орнына менде бар, немесе мен осындаймын деңіз. Себебі келер шақта айтылған сөйлем қол жетпес арман болып алшақтай бермек. Жұмыс кестеміз өте тығыз болғандықтан өзімізбен жұмыс жасауға уақыт таба бермейміз. Жан дүниеңізбен жұмыс жасаудың ең тиімді жолы достармен бас қосып, шағын оқу тобын құру. Түстен кейін немесе кешкісін аптасына бір жиналып отырсаңыз жеткілікті. Тізімдеріңізді бірге отырып жасаңыз. Бір-біріңізге көмектесіңіздер. Мүмкін осы кітапты талқылайсыздар. Бірнеше апта бірге жұмыстану таңғажайып нәтиже бермек. Бір-біріңізден үйренесіздер. Ұжымдық энергия өте мықты күшке ие. Сізге керегі дәптер, айна, үлкен қорап қағаз, майлық пен ашық жүрек. Топтың үлкен, не кіші болғанына қарамастан кім екеніңізді жақсырақ танып білесіз, өміріңізді жарқын етесіз. Өзімізге бірнеше сұрақ қояйықшы. Егер оларға шынайы жауап беруге тырыссаңыз, бұл сізге өмірдегі дұрыс жолды көрсетеді. Өмірімді жақсарту үшін уақытты қалай тиімді пайдалануыма болады? Мен жұбайымнан нақты не күтемін? Бұл жоспарларды іске асыру үшін не істей аламын? Жұбайыңыз бәрін сіздің орныңызға жасайды деп күтпеңіз. Бұл оған ауыр жүк болады. Өмірімді қалай толыққанды етемін? Бұл үшін не істеуім керек? Егер мен жалғыз қалсам, қайтпек керек? Егер өмірімнің соңына дейін жалғыз басты болып қалсам, өкінішпен өмір сүремін бе? Жоқ, әлде әдемі өмір сүріп, басқа жалғыз басты әйелдерге жол сілтейтін шамшырақ бола аламын ба? Осы кезге дейін не үйрендім, не үйренуім керек? Қоршаған әлеммен үйлесімді өмір сүру үшін не істеуім қажет? Өміріміз жайлы өз философиямызды жасап, күш-қуат беріп отыратын өз ережелерімізді ойлап табатын уақыт жетті. Мыналары ұзақ уақыт бойы өзіме арнап жазған ережелер жинағым. Мен әрдайым қауіпсіздіктемін. Білгім келгеннің бәрі маған белгілі. Не қаласам да уақыт сәтімен өз ретімен іске асып отырады. Өмір қуаныш пен махаббатқа толы. Мені сүйген адамым бар, және мені де сүйетін адам бар. Менің денсаулығым жақсы, және күш-қуатым тасыған адаммын. Қайда барсам да сәттілік серігім. Өзгеріп, дамып отыруды қалаймын. Менің әлемімде бәрі жақсы. Мен бұл сөздерді жиі қайталаймын. Әр күнімді осы сөздермен бастап, осы сөздермен аяқтаймын. Арасында бір келеңсіз жайттар орын алса, осы сөздерді қайталап айта беремін. Мысалы, ауырып қалсам, денсаулығым жақсы деп әбден жағдайым жақсарғанша айта беремін. Қараңғы жерде келе жатсам, өзімді мен қауіпсіздіктемін деп сендіремін. Осы сенің өмірімнің ажырамас бір бөлігіне айналғаны сонша, оларды кез келген сәтте айтуға тырысамын. Мен сізге бүгінгі өміріңіздің мәнін ашатын тізім жасауды ұсынамын. Бұл тізімді кез келген уақытта өзгертіп, басқа ойлармен толықтырып отырсаңыз болады. Жеке заңдарыңызды жасаңыз, өзіңізге арнап, қауіпсіз орта қалыптастырыңыз. Денеңізге немесе қоршаған ортаңызға қандай да бір зиян келер болса, бұл ойларыңыз бен сенімдеріңіздің салдары. Алайда бұларды өзгертіп отыруға болады. Басқалар сияқты менің де өмірімде қиыншылықтар мен проблемалар туындап отырады. Мен оларды шешудің жолын таптым. Қиындық туған сәтте өзіме былай деп айтамын. Бәрі жақсы. Бұның бәрі менде өмірімде бұдан да жақсы болу үшін орын алуда. Нәтижесінде тек жақсылық болмақ. Мен қауіпсіздіктемін. Немесе барлығы тамаша, не болса да бәрі жақсылыққа қарай өзгереді. Бұл жағдай сол себепті болып отыр. Соңында бәрі жақсы аяқталады. Біз қауіпсіздіктеміз. Жоғарыдағыда пайымдауларды түрлендіріп, шамамен 20 минут уақыт бойы қайталап айтамын. Қысқа уақыт ішінде миым тазарып қалады да, болып жатқан жағдайға басқаша көзқараспен қараймын. Немесе проблеманың шешімі табылады. Тіпті болмаса телефонға біреу қоңырау шалып, әйтеуір бірдеңе өзгереді. Кейде уайымға салынып отырған мәселеміз өзгерсе, ойлағанымыздан да асып түсуі мүмкін. Кейде бір нәрсені өзгертуге тырысқаннан гөрі жағдайға мойынсыну әлдеқайда тиімді болмақ. Маған осы көзқараспен өмір сүру ыңғайлы.
Қиындықтан алшақтап, өзім туралы, өмірім туралы шындықты мойындай бастаймын. Уайымшылдыққа бой алдырмай, ғаламның дұрыс жауап табуына жағдай жасауына жол беремін. Жолда кептелісте тап болсам да, әуежайда ұшағым кешіксе де, біреумен ұрсысып қалсам немесе жұмыста проблемалар туындаса да, осы аффирмацияларды қолданамын. Әрқашан жоспарыңыз орындалғанына қадалып отырмай, өмірдің ағымына жүру керек. Бұл бір қиындықтарға жаңаша көзқарасыңыз деп есептеңіз. Сөйтіп олардың өзінен өзі жоғалғанын көресіз. Біздің дамуымыз, өсіміз бен үйренуіміз жан дүниеміздің дамуына да ықпал етеді. Жаңа нәрсе үйренген сайын өмірді тереңірек түсінеміз. Өмірде біз үйренер нәрсе көп. Әлем миымыздың 90%-ын зерттеп тануымыз керек. Өмір керемет және қызықты. Мен дәл қазіргі кезеңде өмір сүріп жатқаныма қуаныштымын. Әр таң сайын аман-есен тіршілігім жалғасып жатқаны үшін өмірге алғысымды айтамын. 5-10 минут бойы жақсы ұйқы сыйлағаны үшін кереуетіме рахмет айтамын. Денеме, үйіме, жануарлар мен достарыма, иелік ететін заттарыма, күні бойы кез болатын тамаша мүмкіндіктерге бәріне рахметімді айтамын. Көкжиегімнің кеңеюі үшін өмірден көбірек білім түсінік беруін сұраймын. Себебі көбірек біліп, көріп отырсақ, өмір қарапайым көрінеді. Болашағымның жақсы боларына сенемін. Аффирмациялар. Мен әйел ретінде зор күш-қуатқа ие екенімді айтамын. Өзімнің қандай тамаша жан екенімді түсініп жатырмын. Менің жаным таза. Мен ақылды әрі сұлу әйелмін. Бойымдағы қасиеттерімді ұнатамын. Өзімді жақсы көремін және көтеріңкі көңіл күйде жүремін. Өз-өзімді әйел ретінде қабылдаймын. Өміріме өзім жауаптымын. Мүмкіндіктерімді кеңейтіп отырамын. Кім болғым келсе де еркін таңдай жасай аламын. Менің өмірім тамаша. Өмірім махаббатқа толы. Өмірімдегі махаббат өзімнен бастау алады. Тұрмыс тіршілігімді басқаратын да өзім. Өте мықты әйелмін. Махаббат пен құрметке лайықтымын. Ешкімге бағынышты емеспін, еркінмін. Жаңаша өмір сүргім келеді. Аяғымда нық тұрамын. Тек өз күшіме сенемін. Жалғыздығыма байсалды қараймын. Қайда жүрсем де қуанышқа кенелемін. Өзімді жақсы көремін, әрі мұныма рахаттанамын. Мен басқа әйелдерді де құрметтемін және қолдаймын. Мен өмірден орын тапқан адаммын. Мен махаббат жолымен келе жатырмын. Әйел болғаным ұнайды. Дәл қазіргі сәтте аман-есен болғаныма қуаныштымын. Өмірім махаббатқа толы. Дәл қазіргі сәтте жалғыз болғанымды тағдырдың сыйы деп білемін. Толыққанды біртұтас тұлғамын. Өзіме қажеттінің бәрін аламын. Мен әрдайым өзімді дамытып отыруға қорықпаймын. Қауіпсіздіктемін және айналамда барлығы дұрыс. Денсаулықты нығайтуға арналған медитация. Өзімнің керемет әйел екеніме сенемін. Басымдағы жағымсыз ойлар, қорқынышқа толы идеялардан арыламын. Себебі олар менің мықты болуыма кедергі келтіреді. Қазіргі аяғыма нық тұрып, өзіме қолдау көрсетемін. Еркінмін. Өз бетімнен шешім қабылдаймын. Менде қажеттінің бәрі бар. Мен өз дамуымнан қорықпаймын. Мен жаңа нәрселерге ашықпын. Бойымнан жаңа күш тауып, мүмкіндіктерімді жүзеге асырамын. Айналамдағы адамдар мені жақсы көреді. Мен басқа елдерді қолдаймын, оларға көмек көрсетемін. Болашағым нұрға, бақытқа, бейбітшілік пен сұлулыққа толы. Міне осылай. Есіңізде болсын, аффирмациялар жаңа өмір бастауда қолданылатын жағымды пайымдаулар. Әйел ретінде сізге күш-қуат сыйлайтын аффирмацияларды тыңдаңыз. Күн сайын төмендегілердің кейбіреуін болса да айтып отырыңыз. Есіңізде болсын, санаңыздағы кішкентай өзгеріс өміріңіздегі күрделі проблемаларды шешуге сеп болуы мүмкін. Тағдырыңызға дұрыс сұрақ қойсаңыз, тағдыр да сізге мүлкісіз жауап қайтарады. Өзгертулерімізді іске асырудың көптеген әдісі бар. Кемшіліктерімізді де қарастырып, қай жеріміз бұрыс
деп емес, бізге алға жылжуға, дамуымызға не кедергі екенін анықтаған дұрыс. Өзімізді тырыққа тіремей-ақ кедергілерден құтылып өзгеріске қол жеткіземіз. Сол тосқауылдардың біразы балалық шақтан қалып кеткен ойлар. Бұлар біз қалаған нәрсе емес, әлдебіреудің наным-сеніміне қосыла салғанымыз. Кезінде бұл ойларды біреуден үйренген болсақ, енді олардан арылатын кез келді. Өзімізді жақсы көруді қалайтынымызды мойындаймыз. Біз өзімізді жақсы көруді және бағалауды үйренуіміз керек. Ол үшін келесідей ережелерді белгілегеніңіз жөн. Бірінші, өзіңізді сынай бермеңіз. Бұл түк қажетсіз әрекет, ешқандай жақсылық әкелмейді. Өзіңізді кінәламаңыз. Мойныңыздағы бұл жүкті алып тастаңыз. Өзгелерге де мін тақпаңыз, себебі біреудің бойына тапқан кемшіліктер өз бойымыздағы ұнамайтын қасиеттердің көрінісі. Басқалар туралы жаман ойласақ, өмірімізде қиындықтар туындайды. Мен өзімді жақсы көремін және қолдаймын. Екінші, өзіңізді қорқыта бермеңіз. Өзіңізді қорқыта беруді доғарыңыз. Біз неше түрлі ойларға беріліп, көбінесе өзімізді үмітсіздікке итермелейміз. Басымызға бір сәтте екі бірдей ойдың келуі мүмкін емес. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, жақсы ойлайық. Осылай ғана өміріміз жақсы жаққа өзгермек. Егер қорқа бастасаңыз, былай деп айтыңыз: қорқудың қажеті жоқ. Мен әрі қарай өмірдің бар рахатын сезінемін. Мен таңғажайып керемет әйелмін. Менің өмірімде қорқыныш жоқ. Үшінші, өзіңізге көбірек уақыт бөліңіз. Кей кездері басқа адамдармен қарым-қатынас құрамыз деп, жеке басымызды ұмытып кететініміз бар. Өзімізге өте аз уақыт бөлеміз. Ең дұрысы, өзіңізге көбірек уақыт бөліп, өзіңізді жақсы көріңіз. Жүрегіңіз бен жан дүниеңізге үңіліңіз. Мен сүйікті адамым өзім. Төртінші, бәріне ұнайтындай кейіпте жүріңіз. Жеке басыңызды құрметтеңіз, әрі бағалаңыз. Өзіңізді жақсы көрсеңіз, басқалардың да сізді жақсы көруіне жол ашасыз. Махаббат заңдылығы нені ұнатпайтыныңызға негізделмейді, керісінше нені қалайтыныңызға бағытталған. Жеке басыңызға назар аударыңыз. Дәл осы сәтте өзімді толықтай жақсы көремін. Бесінші, тәніңіздің саулығына назар аударыңыз. Сіздің денеңіз баға жетпес құндылық. Егер ұзақ әрі толыққанды өмір сүруді қаласаңыз, тәніңіздің сау болғанын қадағалаңыз. Бет жүзіңіз ажарлы, бойыңыз күш-қуатқа толы болуы керек. Тамақтану мен жаттығу бұл ретте өте маңызды рөл ойнайды. Соңғы деміңіз қалғанша денеңіздің мығым болуына мән беріңіз. Денім сау, бақытты және толыққанды жанмын. Алтыншы, білімді болыңыз. Көп жағдайда мынаны білмеймін, мұны қалай жасаймын деп арыз айтып жатамыз. Алайда біз ақылды әрі зерделіміз. Білгенді үйрене аламыз. Білім нәрімен сусындататын кітаптар, аудиолар, курстар өте көп. Оларға төлейтін ақшаңыз болмаса, кітапханаға барыңыз. Тіпті тегін үйрететін оқытушылар да табуға болады. Әрқашан үйреніп, дамып отырамын. Жетінші, болашағыңызды қазірден ойлаңыз. Әр әйелдің жеке қаржысы болу керек. Мұны естен шығармаған жөн. Өз ақшамыз сенімділігімізді арттырып, өз-өзімізді құрметтеуге сеп болады. Аз-аздан жинап бастауға болады. Осы мәселеде төмендегідей аффирмациялар көмекке келеді. Мен әрқашан табысымды көбейтіп отырамын. Қайда болсам да табысқа жетемін. Сегізінші, шығармашыл болыңыз. Шығармашылық дегеніміз сізді толықтырып тұратын кез келген іс-әрекет. Тамақ пісіруден бастап ғимараттың жобасын жасау болсын, бәрі шығармашылыққа жатады. Оған да уақыт табу керек. Егер балаларыңызға қарауға уақыт жетпей жатса, жақын құрбыңыздан көмектесуін өтініңіз. Ал келесі жолы сіз оған көмекке келерсіз. Міне осылай кез келген нәрсенің шешімін табуға болады. Шығармашылығыма әрқашан уақыт табамын. Тоғызыншы, махаббат пен бақыт өміріңіздің ең маңызды тұсы болсын. Жақсы көңіл-күй әрқашан сізбен бірге, тек оны іштей сезіне білу керек. Өміріңізді қуаныш, махаббат және бақытқа құрыңыз. Егер біз бақытты болса, онда біздің шығармашылық қабілетіміз артады. Жаңа ойлар мен идеяларға ашық боламыз. Әр кішкентай нәрсеге қуана білеміз. Осыған орай келесіде аффирмацияны қолдаңыз. Мен қуанышқа кенелемін.
Мен бақыттымын. 10. Адал болыңыз. Әрқашан сөзіңізде тұрыңыз. Өзіңізді құрметтеп қадірлеу үшін ниетіңіз түзу болуы керек. Сертіңізді орындауға үйреніңіз. Алайда уәдеңізде тұра алмасаңыз, өзіңізге де, өзгеге де серт берудің қажеті жоқ. Қолыңыздан келетініне әбден көз жетпейінше ертең диета ұстаймын немесе күнде жаттығамын деп сөз берудің қажеті жоқ. Алдымен өзіңізге сенуіңіз керек. 11. Өмірмен тығыз рухани байланыс орнатыңыз. Бұл ерекше байланыстың біздің діни нанымдарымызға қатысы болуы да, болмауы да мүмкін. Бала кезімізде бізге таңдау болған жоқ. Есейе келе рухани бағытымыз бен наным-сенімімізді таңдауға мүмкіндік туады. Кей кездері өзімізбен сөйлесу үшін жалғыз қалуымыз керек. Ішкі жан дүниеңізбен қарым-қатынасыңыз ең маңызды іс. Тыныштықта отырып, ішкі бағыт-бағдарыңызбен байланыс орнатыңыз. Рухани сенім мені қолдап, тұлға ретінде қалыптасуыма септігін тигізеді. Жоғарыда айтылған аффирмацияларды әбден түсініп, өміріңіздің бір бөлігіне айналмайынша оларды қайталай беріңіз. Өзгертіңіз және толықтырып отырыңыз. 4. тарау. Өзіңізге деген қарым-қатынас. Бұл тарауда мен ер адамдармен қарым-қатынасыңыз туралы өмірлік серік табу жайлы талқыламаймын. Бұл тақырыптар бойынша көптеген кітаптар бар. Оның орнына өз-өзіңізге көңіл бөлу деген мәселеге басымдық бергім келеді. Көптеген әйелді ер адамсыз қалайша тұлға ретінде дамып қалыптасамын деген сұрақ мазалайды. Қыз-келіншектердің осы мәселеге келгенде қорқатыны рас. Ең алдымен қорқынышыңызды мойындап, одан арылу керек. Сол себепті мен неден қорқамын деп тізім жасаңыз, және оларды талдап екшеп, біртіндеп құтылуға тырысыңыз. Қорқынышпен күресудің қажеті жоқ, себебі бұл үрейіңіздің одан әрі күшейе түседі. Медитация барысында әрбір қорқынышыңызды суға ағызып жіберген тәрізді ойыңыздан түгел алып тастаңыз. Кейіннен әр қорқынышыңызды жағымды жағынан қабылдау керек. Мені ешкім ешқашан жақсы көрмейді сөздерінің орнына мен өзімді шынайы жақсы көремін деп айту керек. Егер өзімізді ешқашан жақсы көрмесек, бізді ешкім де сүймейді. Дәл қазір өміріңізде жоқ нәрсеге бола өкініп, уақыт жоғалтпаңыз. Өзіңізге мейіріммен қарап, өз-өзіңізге ғашық болыңыз. Тәніңіз бен жаныңыздың махаббат дегені қандай сезім екенін ұғынуына жол ашыңыз. Сізге ғашық адамыңыз қандай қарым-қатынаста болғанын қаласаңыз, өзіңізге дәл солай қараңыз. Тұрмыс құрмаған бойдақ кезі, ажырасқан соң немесе жесір қалған кезі болсын, кез келген әйелдің өмірінде бір рет болса да жалғыз қалатын уақыт туады. Менің ойымша барлық әйел заты өзінен, тіпті қазір жеке өмірінде бәрі жақсы қыз-келіншектер де жалғыз өмір сүруге дайынмын ба деп сұрауы керек. Өзге адамдарға тәуелді болу, ішкі қабілетімізбен байланысты болу дегенді білдірмейді. Жанымызда жұбайымыз болған күннің өзінде де кім екенімізді, мақсатымыз қандай, нендей өзгерістер жасай алатынымызды танып білу үшін жеке қалып арнайы уақыт арнауымыз керек. Жеке қалған сәтімізде ойлануға көбірек көңіл бөлген жағдайда нәтижелі етуге болады. Қазіргі таңда тұрмыс құрмаған әйелдің бойындағы бар қабілетін іске асыруына шексіз мүмкіндігі бар. Саяхатқа шығуына, мамандық таңдауына, ақша, дос табуына, өзін-өзі дамытып отыруына жағдай жасалған. Жыныстық қарым-қатынасқа сергіздесе де, ғашығын жолықтыруды қаласа да бәрі мүмкін. Қазіргі таңда тұрмыс құрмай-ақ балалы болуға болады. Бұл әрекет үшін әйелді ешкім сөкпейді. Жаңа қоғамда нәзік жандылар өз өмір салтымен өмір сүре алады. Дүние жүзінде көптеген әйелдерді ерлермен кездесулер мен қоштасуларға толы қысқа мерзімді қарым-қатынастар күтіп тұр. Ал кейбір әйелдер өмірінің қалған бөлігін жалғыз да өткізе алады. Мысалы, қазір Америка құрама штаттарында 164 миллион еркек және 167 миллион қыз-келіншек тұрады. Көптеген ерлерде әйелдер мен ерлер санында үлкен алшақтық бар. Жалғыз басты әйелдер саны бұрын-соңды болмаған межеге жетті. Алайда біз бұл статистиканы жаман жағынан қабылдағымыз келмейді. Керісінше қыз-келіншектердің дамып жетілуі барысындағы мүмкіндік ретінде көргіміз келеді. Әдетте ешқандай өзгеріс болғанын қаламасаңыз да, өмірдің өзі қолыңыздан жетектеп тұрып, өзгертулер жасауыңызға күш тиді. Мәселен, тіпті жек көретін жұмысыңыздан шықпай жүре берсеңіз де, түбінде сізді сол жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Өмір біз үшін шешім шығарып мүмкіндіктер сыйлайды. Әйелдер ұзақ уақыт бойы өмірлеріне оң өзгеріс енгізуі, саналарын қорқыныштан арылту мүмкіндігін елемей келді. Ал енді өмірдің өзі білек сыбана іске кіріспек. Бәріміз махаббатқа лайықпыз.
жанында ер азаматы болмаса, әйел адам қайғырып, жылап-сықтаумен болады. Бұл өте өкінішті әрине. Тұрмыс құрмасақ немесе кездесіп жүрген жігітіміз болмаса, оны кемшілік деп қабылдауға болмайды. Махаббатты іздеу арқылы біз өмірімізде махаббат жоқ екенін мойындаймыз. Алайда бәріміз махаббатқа толы жандармыз. Өзге ешбір жан бізге өзімізден артық ғашық бола алмайды. Осы махаббатты өзімізге ұсынған жағдайда ешкім оны тартып ала алмайды. Сүйіктімізді басқа жерден іздеуді доғаруымыз керек. Өмірлік серік табуға тәуелділік нашар қарым-қатынаста қала берумен тең. Егер біз өзімізге жар іздеуден кіріптар болсақ, бұл біздің қандай да бір нәрсеге мұқтаж екенімізді байқатады. Тәуелділіктің кез келген басқа түрі секілді, тәуелділіктің бұл түрі де жақсылықтың нышаны емес. Тіпті өзімізге менің қай жерім дұрыс емес, қай тұстан ағаттық жібердім деген сұрақ қоя береміз. Өмірлік жар табуға деген кіріптарлық және жеткілікті деңгейде өзін жақсы сезінбеу турасында қорқыныштар көп. Тұрмыс құруға көп көз жұмсайтыны сонша, кейбіреулер ақыр соңында қарым-қатынастың кез келген түріне келісе салады. Бұлай жасау дұрыс емес, бұл өзімізді құрметтеуге жатпайды. Біз өзімізді көп азапқа душар етеміз, өзімізді жалғыз әрі бақытсыз сезінеміз. Бірақ өміріміздегі мұндай таңдауды өзіміз жасаймыз. Сол себепті бақытты ғұмыр кешуге көмектесетін жаңа таңдау жасайтын уақыт келді. Барлығы да таңдауға келіп тіреледі. Әрқашан табысқа жетелейтін жаңа таңдау жасауға құқылымыз. Осы кезге дейін тек шектеулі таңдау жасауға үйренгенбіз. Енді оның бәрі артта қалды. Қазір заман басқа екенін ұмытпаған жөн. Осы шақта жасаған таңдауымыз келешегімізге үлкен әсер етпек. Көзқарасымызды, сенімдеріміз бен ойларымызды өзгертуіміз керек. Және бұл өзгерістерді дәл қазір бастаған жөн. Бізді алдымызда жаңа мүмкіндіктер күтіп тұр. Жалғыздық көктен берілген сый. Кейде жалғыз қалғанда дұрыс. Бір рет тұрмыс құрып жалғыз қалған, ажырасқан немесе жесір қалған және өзін қамтамасыз ете алатын әйелдер қайта тұрмыс құруды ойламайды. Неке негізінен ер адамға пайдалырақ. Ал әйелдердің тұрмыс құруы бағынышты күйге түсіп, тәуелділіктен айырылу дегенін аңғартады. Некеде әйелдерді өздерін құрбан етуге үйретті. Сондықтан ер адамдар мұндай құрбандықты қуана қабылдады. Ал қазіргі кезде көптеген әйелдер тәуелсіздігінен айырылғаннан гөрі жалғыз қалуды жөн көреді. Олар енді еркектерге мойынсұнып, оларға ұнамды болуға жанталаспайды. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемде тербетеді деген ақыл бар. Ал енді осы сөзді іске асыратын сәт жетті. Бірақ қалай жасаймыз деп уайымдап ешкімге шағым айтпаймыз, ашуланбаймыз, жәбірленушінің күйін кешпейміз. Қолдағы биліктен бас тартпаймыз. Ер адам, әйел адамның өзі туралы ойларының айнасы іспеттес. Сондықтан өзгелердің бізге деген сезімі, біздің өзімізге деген қарым-қатынасымыз. Алға жылжуымыз үшін біз өзімізге дұрыс көзқараспен қарауымыз қажет. Мен жұмысымның көп бөлігінде әйелдерге өз күштерін қабылдауға және қолдануға көмектескім келеді. Бұл күш тек жағымды жаққа бағытталу керек. Біз өміріміздегі махаббаттың өзімізден басталатынын нақты түсінуіміз керек. Көбінесе проблемаларымызды артта салуға болатын жақсы мырзаны іздейміз. Оны әкеміздің, жігітіміз немесе жұбайымыздың бейнесінен табамыз. Алайда енді өзіміздің жақсы ханым атанатын сәтіміз туды. Жанымызда жақсы мырза болмаса да, жақсы ханымның рөлін оңай атқара аламыз. Өмірімізді өз қолымызға алып, қалаған өмірімізді сүруге болады. Кездесіп жүрген адамыңыз болмаса, тағдырыңызға өмір бойы жалғыз қалу жазылған деп ойламаңыз. Керісінше өміріңіздің бұл кезеңі тағдырдың сыйы. Барлық жоспарыңызды орындауға, барлық арманыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік ретінде қарастырыңыз. Мысалы, мен бала кезімде болсын, бойжеткен шағымда болсын, ешқашан бақытты өмір сүрем деп үміттенген емеспін. Сол себепті өзіңізге ғашық болыңыз және өмірдің сізді дұрыс жолмен жетелеуіне ерік беріңіз. Сіз кез келген кедергіні, кез келген қиындықты жеңе аласыз. Осыған сеніңіз.